Дана, қандай кітап оқып отырсың? Құстар туралы кітап оқып отырмын. Дана, саған қандай құс ұнайды? Маған аққу құс ұнайды. Ол сондай әдемі. Мына кітапта аққу туралы өлең бар екен. Оқып берейін. Құс сұлуы аққумын. Табиғат көркін сыйлаған. Мықтылығын кезеп еш мерген, атуға көзі қимаған. Дана, осы өлеңдегі аққумын деген сөз қай сөз табына жатады? Аққумын сөзі зат есім, жіктеліп бірінші жақта тұр. Жіктік жалғауы мын. Зат есімнің жіктелуі дегеніміз не? Зат есімдердің жіктік жалғау арқылы түрленуі зат есімнің жіктелуі деп аталады. Зат есім жекеше және көпше түрде жіктеледі. Жіктік жалғаудың негізгі қасиеті ол баяндауыш болатын сөздерге жалғанады. Жіктік жалғаудың үш жағы бар. Зат есім сөйлемде баяндауыш болғанда, оған бірінші, екінші жақтағы жіктік жалғау қосымшалары жалғанады. Үшінші жақта арнайы жалғау жоқ. Жарайсың, Дана. Білгенің жөн. Жарнама. Тауарға, қызметке сұранысты арттыру мақсатында жазылатын хабарлама. Жарнама теледидар, газет, ғаламтор, көшедегі плакаттар тағы да басқалар арқылы таратылады.